Қазір сіздермен функцияның шегін табуға байланысты мынадай бір екі есепті қарастырайық. Бұны шығару үшін бірінші мына орнына қоюдан бастап көрейік. 29-шы есеп, яғни лимит x ұмтылғанда 0-ге x көбейтілген 2-ның x дәрежесі бөлінген 2-ның x дәрежесі минус 1. X-ның орнына 0-ді қоятын болсақ, бөлшектің алымы 0, бөлімі 2-ның 0 дәрежесі азайту 1, ол бізде 0-ді береді. Яғни 0 бөлу 0, ол бізде анықталмаған. Демек, енді бұны шығару үшін біз мынадай 0 бөлу 0 немесе шексіздік бөлу шексіздік болса, мысалға 0 бөлу 0 немесе шексіздік бөлу шексіздік түріндегі шектің мәнін анықтау керек болса, онда біз мынадай L'Hopital ережесін қолданады екенбіз. L'Hopital ережесі деп отырғанымыз бұл қандай? Егер берілген функция, мысалға лимит x ұмтылғанда a-ға fx бөлінген gx, бұның мәні 0 шексіздік бөлу шексіздік немесе 0 бөлу 0 болып қалатын болса, онда оның шегі осылардың туындыларының қатынастарына тең екен. Яғни f'(x) бөлінген g'(x), яғни бұл L'Hopital ережесі деп аталады. Сонымен, мына 29-шы есепті шығару үшін көріп тұрмыз 0 бөлінген 0 түріне келді. Ал енді бұны ары қарай қалай есептейміз? Олай болса, қазір туындылайық. Лимит x ұмтылғанда 0-ге алымын туындылайтын болсақ, бұл u көбейтілген v. U-дің орнында x, v-ның орнында 2-ның x дәрежесі тұр. X-тан туындалатын болсақ 1-ге, сонда бұл 1 көбейтілген 2-ның x дәрежесі қосылған x көбейту 2-ның x көбейту ln 2-ге тең болады екен. Ал бөлімінде a-ның x дәрежесінен алынған туынды ол 2-ның x дәрежесі көбейтілген ln 2-ге тең болады. Ал енді қазір осы жерден x-тің орнына 1-ді қоюды бастайық. Сонымен 1 көбейтілген 2-ның 0 дәрежесі қосылған 0 бөлінген 2-ның 0 дәрежесі көбейту ln 2. Ал енді бұның мәнін есептейтін болса, 2-ның 0 дәрежесі 1-ге тең, 1-ге 0-ді қосатын болсақ, бөлшектің алымы 1, ал бөлімінде ln 2 екен. Сонымен мына 29-шы есептің жауабы 1 бөлінген ln 2-ні береді екен. Ал енді қазір сіздермен мына келесі 30-шы есепті шығарып көрейік. Бұл 30-шы есепті шығару үшін тура жаңағыдай лимит x ұмтылғанда 0-ге 3-дің x дәрежесі минус 1 бөлінген 2-ның x дәрежесі минус 1. Орнына қоятын болсақ, кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең, 1 мен 1-ді азайтсаңыздар. Бұл 0 бөлінген 0 түріне келді, яғни бұл анықталмаған. Демек, онда біз қазір осы жерден L'Hopital ережесін қолданатын боламыз. Алымынан туындалы алатын болсақ, 3-дің x дәрежесі минус 1-ден туындасақ, бұл 3-дің x дәрежесі көбейтілген ln 3-ге тең, яғни 3-дің x дәрежесі көбейту ln 3, ал бөлімінде 2-ның x дәрежесі көбейту ln 2. Енді x-ің орнына 0-ді қоятын болсақ, сонда 3-дің 0 дәрежесі көбейту ln 3 бөлінген 2-ның 0 дәрежесі ln 2, сонда бұл натурал логарифм 3 бөлінген натурал логарифм 2. Яғни, енді біз логарифмнің қасиетін пайдаланатын болсақ, екеуінің де негіздері бірдей болып тұр, яғни жаңа негізге көшетін болсақ, сонда бұл негізі натурал логарифм деп отырғанымыз логарифм e негізді 3. Ал ln 2 деп отырғанымыз логарифм e негізді 2. Енді бұны басқа негізге ауысатын болса, онда бұл логарифм 2 негізді 3-ке тең болады екен. Сонымен мына берілген есептің шегін таптық.